Сына тәрізді сүйек сфеноидалис құрысы бойынша өте күрделі, жіктелісі бойынша аралас топқа жатады және ауалы сүйектерге жатады. Анатомиялық бөлімдері бұл негізінен 4 бөлімнен тұрады. Оның біреуі тақ, қалған бөлімдері жұп болып келеді. Жұп бұл 3 бөлімі немесе сына тәрізді сүйектің өсінділері деп айтылады. Енді келетін болсақ, бірінші оның денесі корпус сфеноидалис, тақ ортаңғы бөлігі және 3 өсінділері. Оның 2 өсіндісі қанат түрінде. Кіші қанаты ала минор, үлкен қанаты ала майор және оның төменгі жағынан шығатын қанат тәрізді өсіндісі процессус птеригоидеус. Денесіне келетін болсақ, корпус сфеноидалис. Оның артқы беті ол шүйде сүйегінің базилярлы бөлігіне байланысады. Ол нәрестелерде бұл байланыс шеміршек түрінде болады да, кейін ересектерде ол сүйектеніп кетеді. Біз бұны сүйек қосылыстарының жіктелісін айтқанда уақытша синхондроз түрінде айтқан болатынбыз. Егер бас сүйектің негізін қарайтын болсақ, сына тәрізді сүйектің денесі міне шүйде сүйегінің базилярлы бөлігімен қосылып тұр. Алдыңғы бетіне келетін болсақ, денесінің оның ортасынан сына тәрізді сүйектің қырқасы криста сфеноидалис өтеді. Криста сфеноидалис төменге қарай оның құстұмсығы дейді, немесе оны рострум сфеноидалис өтеді. Оның екі жағында мынандай тесіктер бар. Бұл тесіктер сына тәрізді сүйектің қойнауына апаратын тесік апертура синус сфеноидалис. Өйткені жіктелісте сына тәрізді сүйекті айтқанымыз ауалы сүйек деп. Сондықтан оның денесінің іші қуыс болады, оның ішінде сына тәрізді сүйектің қойнауы бар. Бұл қойнау ішкі құрылысын қарайтын болсақ, перде арқылы 2 бөлімге бөліп тұрады. Енді жоғарғы бетін қарайтын болсақ, сына тәрізді сүйектің екі жағында, екі бүйір жағында ішкі ұйқа артериясының жүлгесі сулькус каротис. То есть бұл жерде ішкі ұйқа артериясы жататын жүлгесі болады. Ал жоғарғы бетіне келетін болсақ, өте күрделі. Жоғарғы бетінде қарайтын болсақ, бұл жерде түрік ертоқымын көруге болады. Цела турцика. Оның алдында неге қараймыз? Бүйір жағынан көрсетейін, төмпегі бар. Туберкулум целле дейді. Ал оның үстіндегі тұрған мына құрылымды арқасы дорсум целле деп атайды. Осы түрік ертоқымның мына жерін қарайтын болсақ, онда шұңқырды көреміз. Оның тереңінде орналасқан. Бұл гипофиз шұңқыры, фосса гипофизиалис. Бұл жерде гипофиз орналасады. Әрі қарай, бұл түрік ертоқымның арқасы, дорсум целле, бұл қарасақ алдыға қарай иіліп дөңесі орналасқан. Сондықтан бұл алдыңғы жағындағы мына өсіндіні, бұны көлбеу өсінді. То есть бұл артқы көлбеу өсінді процессус клиноидеус постериорды құрайды. Ал денесінің мына қарасақ тереңінде, бұл осы түрік ертоқымның тереңінде орналасқан, мына жерде томпақты көріп тұрсыздар. Бұны ортаңғы көлбеу өсінді процессус екі жақта болады, клиноидеус медиус деп атайды. Ал кіші қанаттың артқа қарай шығыңқы бөлігін бұны алдыңғы көлбеу өсінді процессус клиноидеус антериор деп атайды. Әрі қарай, келесі құрылымдары сына тәрізді сүйектің бұл кіші қанаты. Кіші қанатына ала минор. Кіші қанатының бұл жоғарғы беті бас сүйек қуысына қараған. Егер бас сүйектің ішкі негізінен қарайтын болсақ, кіші қанаттың жоғарғы бетін көріп тұрмыз. Ал ол алдыңғы жиегі арқылы маңдай сүйегімен байланысады. Ал оның малдың маңдай сүйегімен байланысатын жиегі. Ал оның төменгі беті көз шарасына қараған, орбитаға қарайды. Әрі қарай, осы кіші қанаттың медиал жағын қарайтын болсақ, біз көреміз көру өзегі, каналис оптикус. Бұл жерден нервус оптикус өтеді. Оның ортасында жүлге бар, оны сулькус хиазматикус. Яғни бұл нервус оптикус айқасады, сол айқасатын орналасатын жүлгені сулькус хиазматикус деп атайды. Әрі қарай, кіші қанат пен үлкен қанаттың ортасында біз мынадай саңылауды көреміз. Бұл саңылау жоғарғы көз саңылауы, фиссура орбиталис superior. Әрі қарай, келесі бұл үлкен қанаты. Не көріп тұрсыздар?
үлкен қанаты. Ала майыр. Бұл үлкен қанаты өте күрделі, сондықтан оның 4 бетін ажыратады. Енді қараймыз. Жоғарғы беті, миға қараған беті фацис церебри. Егер бас сүйек негізінен қарайтын болсақ, міне үлкен қанаттың міне миға қараған, бас сүйек қуысына қараған беті фацис церебри. Әрі қарай. Алдыңғы жағында фацис орбиталис, көз шарасына қараған беті. Егер көз шарасы жағынан қарайтын болсақ, біз көз шарасы жағынан да көре аламыз. Әрі қарай, бүйір жағындағы беті ол фацис темпоралис. Фацис темпоралис, то есть самайға қараған беті. Егер бас сүйектің бүйір норма латералис дейді, бүйір жағынан зерттейтін болсақ, үлкен қанаттың самайға қараған бетін көре аламыз. Фацис темпоралис. Бұл фацис темпоралис төменгі жағында қырқа, криста инфратемпоралис, самай асты қырқасы арқылы екіге бөлінеді, қараймыз. Бұл жоғарғы ең үлкен бетін, бұл самай шұңқырын құрауға қатысатын бөлігі, фосса темпоралиске, ал оның астыңғы кішкентай бөлігі фасса инфратемпоралис, самай асты шұңқырды түзуге құрайтын беті. Егер бас сүйектің сыртқы қарауынан, то есть норма латералисте қарайтын болсақ, үлкен қанаттың мінекей фосса темпоралисті құрайтын бөлігі, мінекей криста инфратемпоралис тұр ма, оның астыңғы бөлігі осы фосса инфратемпоралис, самай асты шұңқырды құрауға қатысатын бөлігі. Сонымен фацис темпоралистің екі бөлігін ажыратады. Төртінші беті үлкен қанаттың, оны астыңғы жағына ауыстырған кезде көре аламыз. Ол фацис орбиталис пен, қараңыз, қанат тәрізді өсіндінің арасында орналасқан үшбұрышты келген фацис максиллярис. То есть бұл жоғарғы жақ сүйектің төмпегіне қараған бөлігі. Тубер максилляға. Сондықтан үлкен қанатта осындай беттерін ажыратамыз. Үлкен қанатта енді фиссура орбиталис супериордан төменге қарай жүретін болсақ, форамин ротундумды көреміз. Дөңгелек тесікті көреміз. Одан ар жағында мінекей сопақ тесік, форамин овали. Ал үлкен қанаттың ең артқы ұшында біз өте жіңішке қылқанды тесік, форамин спинозумды көреміз. Бұл тесіктер туралы менің бас сүйектің ішкі және сыртқы негізі туралы түсірген видеода қосымша қарай аласыздар. Және осы тесіктерден қандай қан тамырлар, қандай нервтер өтіледі, сол бас сүйектің негізі туралы түсірілген видеода айтылған. Келесі бөлігі сынат тәрізді сүйектің ол қанат тәрізді өсінісі, процессус птеригоидеус. Процесс птеригоидеус екі жапырақшадан тұрады. Ламина латералис, ламина медиалис. Екеуін артқы жағынан қарайтын болсақ, екі өсіндіні бөліп тұратын фосса птеригоидея. Қанат тәрізді шұңқыр бөліп тұрады. Ал оның жоғарғы жағында артқы бөлігіндегі міне өте кішкентай тоже шұңқырды көруге болады. Жоғарғы жағындағы оны қайықша тәрізді немесе фосса скафоидея. То есть көруге болады. Әрі қарай медиалды табақшасы латералды жаққа қарай иіледі де, мына жерде ілмек тұрады. Хамулус птеригоидея деп атайды. Ал осы екі табақшаның ортасында, то есть сынат тәрізді сүйектің денесіне қосылатын жерінде біз осындай өзекті көре аламыз. Бұл каналис птеригоидеус болып табылады.